Ол кішкентай ауылда туып өскен. Әкесі мен шешесі қарапайым шаруалар болатын. Барлық ауыл тұрғындары үшін оның ата-анасының еңбегі мен адалдықтары үлкен үлгі болып табылады. Бірақ жас жігіт өз болашағын үлкен қалада табуды армандайтын. Ол мектепті жақсы бітірді және университетке түсу үшін үлкен қалаға кетуге шешім қабылдады. Өмірдің алғашқы сәтсіздігі жас жігітке колледжге түсу үшін оқуға қажетті қаржының жоқтығын сезінгенде болды. Оның ата-анасы оған ешқандай көмек көрсете алмайтын еді. Бірақ ол ешқашан мойымады. Бір күні ол ауылдағы барлық таныстарының есігін қағып, қалаға баратын жол мен оқу ақысын жинау үшін жұмыс іздеді. Ол күні-түні жұмыс істеді. Көбінесе қараңғыда жүріп, тер төгіп еңбек етті. Кейде ол түнде өз ойларымен жалғыз қалады. Өзіне деген сенімі әлсіреп, қиындықтардан шаршаған сәттерінде неліктен мен осындай жолды таңдадым деп ойлаған кездері де болды. Бірақ ол кезде әкесінің оған бір сөз айтқаны есіне түседі. Егер сен шынымен бір нәрсені қалаған болсаң, ешқандай қиындық сенің жолыңды бөгей алмайды. Тек алға қадам басып, өз мақсатыңа сеніп жүре бер. Әкесінің осы сөздері оған үлкен күш берді. Ол жалғыз өзі жұмыс істеп жүріп, қажетті ақшаны жинады. Ақыры үлкен қалаға жетіп, университетке түсті. Бірақ бұл жерде оның өміріндегі жаңа қиындықтар пайда болды. Қалада жаңа адамдар, жаңа орта, жаңа талаптар болды. Әрбір күн жаңа сынақ. Ол қайтадан жиі шығынға ұшырап, өз күшін сарқып, бірақ ешқашан тоқтаған жоқ. Бірнеше жыл өткеннен кейін ол университетті үздік бітіріп, жақсы жұмысқа орналасты. Өзінің кішігірім бизнесін ашуға да қол жеткізді. Бірақ ол әлі де үнемі өзіне сұрақ қоятын. Мен неге осы жолды таңдадым? Неге қиындықтар мен сәтсіздіктерге қарамастан тоқтамай, үнемі алға ұмтылдым? Бір күні ол өзінің өмір жолын саралай отырып жауап тапты. Оның өмірінің мәні мен мақсаттары тек өз жетістіктерінде емес, осы жолда тапқан күш-жігерінде және қиындықтарды еңсерудегі табандылығында еді. Ол кедергілер мен сынақтарды тек өзіне сеніп, қадам баса отырып жеңген. Бүгінгі күні ол үлкен табысқа жеткен, көптеген адамдарға үлгі боларлық тұлға. Бірақ ол әлі де өз әкесінің сөзін есте сақтайды. Алға бір қадам жаса, қалған өмір өзі қамтамасыз етеді. Қорытынды. Бұл әңгіме бізге бір қадамның да үлкен өзгерістерге әкелетінін көрсетеді. Қиындықтарға тап болғанда тоқтап қалмай алға жылжи беру маңызды. Егер сенім мен табандылықпен қадам бассаң, бәрі де жүзеге асады. Өмірде ештеңе оңай келмейді. Бірақ оны бастау мен жалғастыру үшін қажет күш әрқайсымыздың ішімізде бар.